Қайырлы күн достарым, мен бүгін қалай Android телефондарда YouGov приложениесі арқылы ECP ключ ашуға болатынын көрсетемін. Міне YouGov приложениесін өзіңіздің телефоныңызға жүктеп аласыз. Өзіңізге ыңғайлы тілді таңдайсыз. Көріп тұрғандарыңыздай, міне вход регистрация деп алдыңыздан шығады, соны басуыңыз қажет болады. Осы жерде міне ары қарай өзі нұсқаулық шығады, соны басып отырасыздар. Бірінші войти дегенді басамыз. Сізге осылай өзіңіздің ECP-ңызды қолдану немесе жаңадан шығару деген шығады. Соны выпустить новое дегенді басасыз. Разрешить басасыз камераға. Мұнда телефон номеріңізді жазуыңыз қажет болады. Және получить код дегенді басамыз. Мұнда сіз көріп тұрғаныңыздай алдыңызда видео проверка шығады. Яғни камераға жақындаңыз, камерадан алыс тұрыңыз деген сол видео проверкадан өтуіңіз қажет болады. Осы жерде разрешить дегенді басасыз, яғни рұқсат беру. Мұнда өзіңіз ұмытпайтындай пароль ойлап тапсаңыз болады, немесе осы жерде өзі автомат түрде сізге пароль ойлап тауып шығады, соны қолдана берсеңіз болады. Міне продолжить дегенді басасыз. Өзіңіз 4 цифрлы код ойлап табасыз, яғни YouGov'ты ашатын кезде соны басып көріп отыруыңыз қажет болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай Қалбекова Мөлдір менің YouGov'ыма кірді. Мұнда профиль дегенге кіремін. Менің даналарым шығады. Бір өкіншісі, Android телефондарда сіз ECP ключіңізді алып, ешқандай WhatsApp-қа сенімді болса да адамға жібере алмайсыз. Ақпарат пайдалы болса каналға тіркеліңіз, лайк басыңыз, сұрағыңыз болса міндетті түрде комментарийға жаза кетіңіз.